Адамға ренжудің қажеті жоқ. Әркім өз тәрбиесіне қарай сөйлейді, өз деңгейінде ойлайды. Санасы биіктер жақсылығыңды көрсе, санасы төмендер қателігіңді теледі. Сондықтан да ешкімге мән бермей кешіруді үйрен. Мұны өз жүрегіңді азат ету мағынасында түсін. Қайта-қайта еске алған сайын соғұрлым көңілің қалып, теріс айналасың. Оның орнына өміріңе таза ой енгізетін есікті аш. Бәрі жақсы болады, ештеңе де етпейді. Жүрек деген жалынады, тоңады. Әр мезгілдің шуағы бар бораны. Бәрі өткенше бар емес пе өмірдің ақ пен қара жолағы. Жаратқанға кінә артамыз не деп біз, ештеңе де болмайды екен себепсіз. Жаңбырдан соң ашылатын аспандай күлу үшін шалап көру керек біз. Солай досым, өмір ғой бұл. Бірде қайғы қуанышқа толады, қалам түсі түрленеді оңады. Көңіліңе еккен гүлің солса да біліп жүрші, бәрі жақсы болады.